Моңғол шапқыншылықтарының салдары. Моңғол шапқыншылықтары Орталық Азия мен Шығыс Еуропаға үлкен ықпал етіп, терең із қалдырған тарихи оқиға болды. Моңғол шапқыншылықтарының саяси салдары. Қазақстан жері Моңғол империясының құрамына кіріп, бірнеше ұлыстарға бөлінді. Қазақстан аумағында Жошы ұлысы мен Шағатай ұлысы орналасты. Қазақ даласы моңғолдардың батысқа бағытталған жорықтары үшін маңызды стратегиялық базаға айналды. Мемлекеттік құрылымы өзгеріп, жаңа басқару жүйесіне енгізілді. Моңғол шапқыншылықтарының экономикалық салдары. Қалалар қиратылып, егіншілік құлдырады. Мәселен, Қазақстан аумағында отырар, Сығанақ сияқты қалалар жермен-жексен етіліп, суару жүйелері талқандалды. Осылайша, Қазақстан аумағындағы отырықшы қалалық мәдениетке орны толмас зиянын тигізді. Шаруашылықтың дамуының экономикалық негізін бұзды. Моңғолдар жаулап алған жерлеріндегі халықтарға жер салығын салды. Бұл өнімнің 1/3-ін, ал жан басы салығы мүліктің 1/10-ін құрады. Сонымен бірге әскери, жол, пошта және тағы басқа салықтың түрлері болды. Моңғол шапқыншылықтарының мәдени салдары. Моңғол шапқыншылықтары ислам өркениетіне үлкен соққы берді. Медреселер, кітапханалар, мешіттер қирап, ғылым мен өнер даму тежелді. Моңғол ықпалына қарамастан, жергілікті халық өзінің дәстүрлері мен тілін сақтап қала алды. Шапқыншылықтардан кейін Шыңғыс ханның ұрпақтары ислам дінін қабылдай бастады. Бұл әсіресе Алтын Орда кезеңінде айқын көрінді. Моңғол шапқыншылықтарының ұзақ мерзімді салдары. Алтын Орда мемлекетінің құрылуы. Моңғол шапқыншылықтарының нәтижесінде Қазақстан жерінде Алтын Орда құрылып, бұл қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына зор әсер етті. Ұлттық бірігуге алғышарттар. Моңғолдардың орталықтандырылған басқару жүйесі қазақ жерлерінің бірігуіне негіз болды. Моңғол шапқыншылығы қырып-жоюмен бірге кейбір оң үрдістерге де ие болды. Сауда-саттық дамыды. Мәдениет, халықаралық байланыстар жақсарды. Моңғол империясы шетелдік саяхатшылардың Еуропаға белгісіз азиялықтар жайында мәліметтер әкелуіне жағдай жасады. Моңғолдар көшпелі тайпаларды орталықтандырылған билік арқылы біріктірді.